Айрыға жағынан алмалы колхозы бағынан қолыңа қызыл гүл алып ей қоштасқан күнді сағынам қолыма қызыл гүл алып ей қоштасқан Deydi. Elgerki vahatın eşket şu atabı. Ава. Ne oldu sonca әндетіп настроением күшті ғой. Я, бір күшті нәрселерді есіме түсіп, қызық жеріне келгеннен бөліп жібердің ғой. Ай, алғашқы махаббаттарың есіңе түсіп жатыр ау деймін, ә? Десең айтып жаныңды шығартайын ба? Көсой? Білмеймін ғой тегі. Айтпақшы алғашқы махаббатың кім сен? Күлпаш, әдейі сұрайсың, не біліп? Білмеймін ғой мен. Мен алғашқы махаббатымды, соңғы махаббатымды дейсен ғой? Кетші тегі. Дүйсенге дейін де бір жерде өмір сүрген шығарсың. Или туыласап Дүйсенге тиіп кеттің ба? Мен өзі 18 жасқа толмай келдім ғой. Иә, сен бірақ 17-тен аса тұрмысқа шығып кеттің, иә? Махаббаттың не екенін түсінбеген күйге кеттім ғой. Негізі бар емес па, сөйтіп жас кезінде кетіп қалған дұрыс екен, е? Дұрыс, солай кеткен дұрыс, негізі бар ғой. Ақылың кірмеген күйеге тиіп кетесің. Ақылың кірен дегенше 3-4 бала шағаң болады, поздно уже. Иә. Бірақ бар ғой, осы елдердің ақылы кіретті, сенің ақылың сол күй кірмей қалды ғой. Сол күй алаңғасар күй қалдың ғой. Қой, кірмей ақ қойсын. Ақылым кіріп, есім кіріп, кетем деп бәле болып жүрсем. Рас, шынымен да кірмей ақ қойсыншы, үстіп жүре берші, жақсы, осы жақсы негізі. Негізі мен ойлаймын, негізі сен 18 жаста толмай келгенмен бар ғой, сенің аяғың ауыр болып келші. Өй? Шынымен ғой, қарасай, мен келін болып түстім, менің аяғым жеңіл. Өйткені менен кейінгі түскен келін. Мен? Сен, қарасай, қандай жақсы келінсің, күшті адамсың. А сенен кейін кім түсті? Зарина. Вот, көрдің ба? Иә. Сенің аяғың ауыр. Менікен қоя беш, ауырлау ғой. Заринканыкін айтсай, вообще зілмандай ауыр болды ғой. Нәпөнай әлі үйленген жоқ. Соны айтам, қара тас болды оныкі. Әй, не істеп жатсың? Анау интернеттен не көргем ғой? Күшті бірдеңелер пісірейінші деген бұл Күлпаш. Бауырсақ пісіріп, булочки пісіріп жатырмын. Тыныштық па, бірдеңе болайын деп жатыр ма не? Ештеңе, өзіміз жейміз ғой. Қойш? Я, сосын Дүйсенге тәтті бірдеңе істейінші деген ғой. Не бар тағы? Дүйсен не туған күні ма не? Жоқ, енді өзім тәттілеп чай берейін да. Құрдан құр бере бересің? Йо. Түх, шіркін. Не деген махаббат сендерде, түх. Әй, оныңнан сұрадың ба не керек екенін? Білесің ғой, Дүйсеннің түріне қарамай өзінше жақтырмайды онша мұншан. Йо. Сұрап алмадың ба алдымен? Не жейсің деп? Әй, алдымен мен дәмауыз дейін, не жасасаң да. Дегустатор болайын да. Менен өтсе Дүйсенге өтеді. Білем ғой оның вкусын. Бәріміз жейміз ғой, отырып. Дүйсенге не істеймін? Өзіне сұрайыншы, түшінді. Жанда? Аппетитті аштау мына әйел. Тамақтары қандай, өзі қандай. Көркімен ісі сай ғой бір-біріне. Душе приятно да. Ей! Әкеш бере. Біреудің инстаграмда не көріп? Сондай ғой, Дүйсен. Бұл да жеке ғой, әпкесі. Не көріп отырсың сен? Не көріп отырмын мен? Инстаграм? Қарасай, наклеен қыздарды, әйелдерді көріп отырсың ғой сен. Дүйсен, не мынау? Наның ішінің бәрі қыздар, әйелдер ғой мынау. Істедім білемін мен әдейі. Ой, тамақ істеп отқанын көріп отырмын әшейін, тамақ көріп отырмын. Тамақ істегенде қарасай, Дүйсен. Сен әйелдерге қарап отырсың ғой? Ой, енді соны істеп отқан әйел ғой, сол тамақты істеп отқан сол көзіңе түседі ғой енді. Вообще болмайтын нәрсе. Өйбей, сен еркектерге қарасай, еркектерге жазылу керек, әйелдер әйелге жазылу керек, өйбей. Ойбай, оны немен ол? Мақыл болып қойшы. Шай қойып, бір 2 жұмыртқа қойшы, давай. Өйбей, істемейді. Мана инстаграмдағы әдемі әйелдеріңе істетіп ал, тәтті тамақ қыл. Сен не істейсің сонда? Кетем. Ән? Бір бәле айтсаң кетем деп шығады бар. Оларға сөйлеуге қорқасың.
Осы уақытқа дейін бар ғой сен кетем деген кезде мен бар ғой. Ей қой, басыл өз-өзің кел, кетпе деп келгем. Дәл осы жол кете берші бір. Мен десем мен кетіп қалам қазір. Ойбай, мен өтірік айтып отқан жоқпын, кете бер. Тез бір кет. Қарашпын. Кәм бір жерге барып келем дегенше кетіп қал, фокус болып кет. Жоқ бұл. Бір одан да бір екі жұмыртқа қойып шақырмайсың ба? Жоқ, обязательно ұрыс шығару керек. Бір күн ұрыссыз жүруге болмайды ғой бізге. Қанға сіңіп кеткенде әбден етің үйрен. Кет бар. Düşün! Ketem ettisin mi? Ketim. Өзі жоқ кетті. Әй, мен өзім көрген жоқпын енді. Құдай қалса көретін шығармыз. Шынды ма мынау баса көктеп өлтіресің ба адамды? Шыбаға ма мына бәле? Алло? Әлі тұрсың ба? Иә, мен мына жерде авария болып жатырмыз. Сота таппай жүргенде жүдәйе кет деп айтып ғой. Әй, тыныштық па? Куда собралась? Анталияға ма? Казалия. Не дейді? Қазалыға? Төркінге кетіп бара жатсың ба? Жоқ. Точно өзіңдікін салып жатсың ба? Нечайна бір басқа заттар алып кететің бар еді ғой сенің. Не болды, тыныштық па? Ұрсып қалдыңдар ма? Одан ұрысқаным жақсы ғой. Ұрды ма не? Одан ұрғаным жақсы ғой. Тепті ма не? Одан тепкені жақсы ғой. Ойбай, бұлардан не жақсы сонда саған? Дүйсен ғой өзінше, кесем қарасай мен оған что тәтті нәрселер пісіріп берейін деп ойымда ештеңе жоқ. Кесем сүзіліп инстаграмда әйелдерге қыздарға қарап жатыр ғой. Енді инстаграмда басқа неге қарайды енді соған қарайды ғой енді. Қызықсың сен де каталог. Юсуп, мен әшейін ойнап айта салғам ғой, кетем деп. Кете бер дейді маған. Кете бер, осы жерден келгенше мына жерде жоқ болып кет деді ғой. Жоқ болып кетсем жоқ болып кетем бе? Енді сол кет десе кете саласың ба енді? Әй, қайда барасың? Ят емес па енді? Мына жаста кетем дегенің, ажырасам дегенің. Қайда кетесің, қой құрсын. Жинал, таста. Қазір келгесін мазақтайды білем ғой мен. Кетемейсің бе, кетемейсің деп. Кетем. Сол дүйсенің бар ғой, менің де жыныма тиіп жүрші. Баса көктеп кете жаздады мені жаңа мына жерге шығып баратсың. Былай етейік, каталог. Менде күшті бір план бар. Былай етеміз. Сен ешқайда кетпейсің, а ол сенің алдынан кешірім сұрап келетіндей болады. Қой, қандай? Мені тыңдасаң дәл осыны жасаймыз. Келісесің ба? Иә. Все, онда жинал. Үйбе кетем ба не? Кетесің, но төркінге емес, басқа жерге. Иә. Ай, қайда жүрсіңдер, түскі шайдың уақыты әлде қашан өтіп кетті ғой. Апа, ренжімеңізші. Бүгін кешігіп қалдық кішкене. Ана, каталог қайда? От соны шығарып салам деп қой, мен түскі шайдан кешігіп қалған. Ай, ол қайда кетті? Барса келмеске. Не дейді? Білмеймін, ана десе мен ажырасам дей ма, бүткіл киімдерін, сумка-пумкасын, заттарын бәрін жинап үйден шығып кетті. Артынан остановкаға дейін еріп бардым, жалынып, көнбеді анау. Одан кейін ақыр болмағаннан кейін қойып барып бір-екі күн демалып қайтсын деп салып жібердім. Не істеймін мен басқа? Ажырасқан несей? Не үшін ұрсыпты олар? Шешім болғанда апа. В общем, дүйсеннің біреуі бар дей ма, бірдеңе деді енді. Түсінбедім. Енді в общем, білесіз ғой, каталог ашуланған кезде түк түсіндіре алмайды ғой адам құсап. Негізі дүйсен кінәлі, менің түсінгенім бойынша. Еще кінәлі болып тұрып, мен келгенше мына үйде болмайтын болды деп айтып кетіпті каталогқа. Ой, ақымақ балам-ай. Ай, ана құдағилардан ұят болатын болды ғой енді. Осынша жасқа келіп, жынды болған ба мына екеуі? Екеуі емес қапы, дүйсеніңіз ғой кінәлі. Бәріне сол кінәлі болып тұр ғой. Дүйсен қайда өзі? Білмеймін, жаңа есіктен шықты, қаға соға кетті ғой мені.
Не артына бұрылып қарамады ғой, мен терек құсап құлап жатсам да қарамады. Ішіп алған ба өзі? Білмеймін, енді аузын иіскеп үлгерген жоқпын. Апа, негіз бір шетінен дұрыс шығар. Католик бар бір аптадай деп алып қайтсын. Ана Дүйсен де білсін әйелінің қадірін. Дұрыс айтасың. Әйелдің қадірін білсін. Иә. Енді тамақ та істеме оған, киімін де жума. Еш нәрсе жасап берме. Болды. С удовольствием орындай бұл приказыңызды. Онда біз Дүйсен келгенше екеуміз тымпиып шай ішіп алайық, Жарайды. Сөйтіп түк білмегенде отыра бермейміз. Жарайды. Міне мынау жаңа каталоктың соңғы пісіріп кеткен бауырсақтары. Қазір осымен шай ішеміз енді. Ақымақ балам-ай, ақымақ балам-ай. Ең болмаса мені шақырмапсың да, өзім тоқтатып қалар едім ғой. Қойыңызшы апа. Апа деп 100 рет айқайладым ғой. Естіген жоқпын мен. Уайымдамаңыз, каталогты уайымдамай-ақ қойыңыз, ол келеді. Ол келем дегенше мына Дүйсеннің проблемасын шешу керек. Ана каталогтың қадірін білетіндей түсіндіріп қойықты оған. Иә, көрсін. Үндемей, маған айтпай. Шай ішіп отырсыңдар өздерің, ә? Шай құш? Шай қамады Дүйсен. Басынан дастархан дайындамай қой. Бір екі кесе шай ішіп бұл. Күт. Сосын анау сүлгімді апшы, шампунь. Сосын киімімді апшыға сал, ауыстырып жібереді. Ой, жүдә тегін служанка тауып апсың ғой сен, может, каталогын айтарсың осының бәрін? Жүдә қарасаңшы. Каталог. Қандай каталог? Сарлау келгенше шашызын. Әйелімше мен. Каталогта қандай каталог деймін, сапай? Енді каталог жоқ. Ақыр түбіне жетіп тындың ба? Жоғыныз. Сол жоқ. Ажырасамын, кет деп. Сосын әке шешесі келді де алып кетті. И ғой, әзілдеп отырған. Күлпеш шайыңды алып көш, не өккет шай? Қандай шай, адам өз қолы босамай жатса. Сен еркелетіп отыратын уақыт жоқ, өзің барып қойып ішші. Өзің қойып іш. Онда каталог бар кезде ғана сыйлайсыңдар да мені? Каталог тұрып қалған екенміз да арамызда. Ай, Күлпаш. Нәкөнай қайда көрінбейді ғой? Шында да көрінбей қалды. Каталогпен бірге кетіп қалған жоқ қосал апа. Құрғырсын. Анау шынымен кетіп қалған ба, каталог? Енді? Сумкаларын жинап? Шынымен кетпегенде. Біз сені алдап тұр дейсің бе? Күлпаш, Ау. бір таза киім қамап, мыналар жуып тасташы. Ана жалғыз новый жейден бар, кейін киім ғой, көшеге шыққан. Мыналар жуш. Дүйсен, сәл ертерек келмедің ба? Бүгінге уже кешіктің сен. Енді кірді 3 күннен кейін жуам. 3 күннен кейінге жазылсай сен маған жарай ма? Бәй, онда среда бірде келем, жазып қой. Ол, бірде кел, киіміңді әкел, Жүрші. 5-те дайын болады. Кетші бар? Мен жұмысын басымнан асып жатыр, қырылып жатыр өзі. Каталогтың қадір өтейін дедім ба? Қазір өт. Мен не қалдым оған кетіп қаламын? Не қалдым дейді? Көрдік қой азанда. Ашуланған қораз ұстап кетіп бара жатқаныңды. Дұты ұқсап таптап кете жаздады апам меніңші ба? Адам құрлы көрген жоқ, артына бұрылып қараған жоқ. Ол кез ашуланып баратқан мен. Мақұл. Кешір. Көзіңді мөлетпей ақ қой. Бәрі жумайын болды, все. Міне, тұр, қолың бос құдайға шүкір. Екі қолың бар. Үйкей берсең кірің тазарар ма деді. Жубаса міне жерде тұр ғой. Апа, қарныңыз тоқ па? Тоқ. Все, онда мен жұмыстарымды істей берейін, алаңсыз. Істей бер жұмысын. Порошок тастап кетсейік. На. Тұр орныңнан. Жаным, апа. Еркек сатпайтын жалғыз әйел. Ана ғой. Рахмет, апа.
Siz bilgenmen. Ана кіріңді жуып болған соң сарай тазалап қой. Естің бе? Қайда барасың не? Не жұмысың бар е? Өзім бауда отырып, кішкене тамақ ішейін дедім. Телефон. Каталог. Ай, каталог. Каталог. Тіліме өзі. Ай, каталог. Ай, тұрсайшы шынды. Мен сені пора-пора шығып, ебіл-дебіл шығып, уайымдап отырсам, жылап отырма деп. Сен ұйқыны періп атсың ғой тегі. Жайма, Күлпаш. Жайма деген несі, шынды ма? Мына қорада не үшін жатырым деп ойламайсың ба сен өзі? Тамағын ішіп алшы құрсын. Қайда? Қолым жойынды. Кетір, отыршы. Отыр. Қуасың ба сен? Елдің бәрін сен төркіні кетіп қалды деп зорға сендірдік қой. Ұстап бермекшісің ғой мен шынды. Апамды зорға сендірдім. Көріп көзі қайтесің қазір? Мен дүйсемін ұрсы қалған екен ғой, ә? Есіңде жоқ па не? Ай, күйдіргай. Мен бұны уайымдап жүрсем. Со тауықтың мейі сияқты сенікі де, тура. Короткий память. Бір ұйықтап тұрсаң бәрін ұмытып қаласың. Жұрттың әйелдері ұқсап, 100 рет ұйықтасаң да ұмытпай, кектеніп, долданып, көкпеттеніп тұрмайсың ба? Сонда жеңіледі ғой олар. Дүшенге айттың ба? Айттым. Не дейді? Де? Қармаққа ілінді. Уайымдап уже настроениесі түсіп, мүләйімсіп, зорға жүрші, жылайын деп. Қайда? Қош бара берейінші, дүйсен ойымдақ қалып атыр ғой. Мен не үшін әуре болып жүрмін, Не үшін әуре болып жүрмін? Енді өзің бармақшысың ба алдына кешірім сұрап? Келсін де алдыңа кешірім сұрап, бірінші кінәлі сол ғой. Уайымдамашы, мен саған бәрін өзім үйретемін, өзім саған көмектесем деп отырмын ғой. Мені тыңдап осы жерде бір күн тып-тыныш отыршы. Ана дүйсенің бар ма, 4 аяқтап келеді алдыңа. Соған жеткізем мен әлі. Кешірім сұрап, сол кезде вот барсаң болады. Оған дейін шыда. Ойбой, жыда. Мен ана жақта жұмыстың бәрін істеп жүрмін, сен мына жерде жатсың, тамағың алдыңда, шайың алдыңда. Рахат сенікі, мына жақта дайын тамақ, дайын төсек, жұмыстың бәрін мен істеп отырмын. Сарай дегенің болмаса, мына жерің курорт қой.
Мынаның үстіне әперсей? Өзің ал. Өзің істеп тастайтын адамсың ғой осыны. Жұрттың інілерін көрсең әйтеуір бәрі тап жинақтай. Мен мойныма жүк қып мынаны. Не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Болмады бұл. Жеңгеңді алып келмесем болмады. Кеше үй деп жатыр ма? Үй болмай қалды ғой сол. Керек екен. Қарным аш дейсің ғой. Ол да бар. Киімдерім кір болды дейсің ғой. Бар. Ол да бар. Түнде құшақтайтын адам жоқ дейсің ғой. Ай, бір бұл да аузына келгеннің оттай береді екен. Ол да бар. Білеміз ғой. Түнде холодильникті ашып, тықыр етіп жүрді дейсің ғой. Кім? Сендер, оң қақтың көп. Мен сол тамда жатамын? Апамды ертіп алып, қайын жұртқа барып, кешірім сұрап, ертіп келем ойдым. Оны кешірім сұрамай-ақ, католиктің өзі келтіретін жолы бар ғой. Қалай? Кел. Балық қалай дәмді болып па? Өте дәмді болыпты. Әй, Дүйсен, шайға келіңдер. Балық дәмді болыпты, я? Ішпеймін. Кеше шай сұрағанда әлде қандай болып жатырыңыздар ғой? Ішпеймін, іше беріңіздер. Ойбай. Әй, сен маған неге ренжисің? Немене, сенің әйеліңді мен қуып жіберіппін бе? Қайта дұрыс болды. Қадірін түсінесің. Я. Қойыңыздар. Ойбай, мынау уже сағынып қапты қапа. Дүйсен, что там? Плохо тебе, да? Көпәш, не қыламыз енді ана құдағилардың үйіне барып келінді алып келеміз бе, не істейміз? Енді әкеп берейік құрсын, баладан обал болды енді. Қиналып жүр ғой, әкеп берейік апа. Ешкім қиналып жүрген жоқ. Бармаймыз да әкеме-ақ қойыңыздар. Кесе қайтадан қуып жіберіңдер. Апа, мен үйленейін деп жатырмын. Дайындалыңыздар. Мәкөнай, ансамбль жаңағы тамада-самадалардың бәрін шақыра бер. Мынау жынды болған бөзі, тоқта деймін әй. Тоқта! Әкел, көрейшіген, алып кел. Ой, апа, несін уайымдайсың? Шыннан алып келеді деп тұрсыз ба? Кім деген осыған дайын отқан тием деп. Әшен қуып батыр да. Мыналарың баған түктен қап тұрған жоқ. Қой, мен барып айтылған тапсырманы орындайын. Қашаннан бері еркек қойып, еркектер қосылып қалған мынау? Әкеп бер. Ағаңа қатын әкеп бер. Өзіңді қосылып алып алсайшы. Ана жексенге де әкеп беріңдер, сілекей шұбырып қақ кетпесін. Бәрің бір қатын әкеңдер де апамнан бастап бәрімізді әйелдер үйіне өткізіп жіберіңдер бізді. Ой, апа, несін уайымдайсыз? Рахаттанып балық жеп, шай ішіп алайық. Әкелет дейсіз ба сол, әшін далбасалап жүрген біреулер ғой. Бір. Рас. Құрметті ағайындар, қазір біздің әулетте той болады. Дүйсен ағам келін әкелгелі жатыр. Дүйсеннің қолынан қарға ұшып, ақыл қонды ойламаған жерден. Қазір бәрімізді тойға шақырамыз. Бір. Рас. Келінді сұраған адамдарға суреттейін. Оймақ ауыз, күлім көз, жазық маңдай, түйе мойынды, құмырсқа белді, домбыра мүсін, киік аяқты, Кардашьян құйрықты. Әй, Мәкөнай, бұлғай сасқандар, не болып жатыр? Каталог! Ойбай, каталог! Катастрофа!